Мен Әділ Лиза Болатқызы. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Ақтау қаласы, Мұнайлы ауданы, Баянды ауылында 2002 жылы 4 маусымында дүниеге келдім. 2009-2020 жылдар аралығында Баянды ауылы нөмір 3 орта мектебінде білім алдым. 2020 жылы Қостанай облысы Арқалық қаласы Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университетіне оқуға түстім. Мемлекеттік грантпен оқуға түсіп, жақсы оқып, оқуымды 2024 жылы аяқтап, дипломымды алдым. Еңбек жолым. Алғаш еңбек жолым осы нөмірі 18 мектептен басталды. Қазіргі таңда еңбек өтілім 11 ай. Тәлімгер апайым Досанова Айткүл Төлеген қызы. Мектебіміздің шебер ұстазы. Алғашқы сыныбым 5-ші сыныбы. Басты мақсатым тәрбие мен білім беруде елдің ертеңі болатын білімді, саналы тәлім мен тәрбиесі үйлескен шығармашыл тұлға тәрбиелеу. Өмірлік мақсатым өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Абай Құнанбай. Педагогикалық ұстанымым. Абайдың толық адам білімін негізге ала отырып, шәкірт бойына біліммен бірге имандылық пен ұлттық рухты сіңіру менің басты ұстанымым. Ұстаз, бағбан десек, мен өз бағымдағы әрбір гүлдің толық ашылу үшін, қазақ тілінің құнарымен сусындап өсу үшін қызмет етемін. Ана тілінің қадірін түсінетін, еркін де сауатты сөйлей алатын. Әдебиет арқылы өмірді танитын, сыни ойлай білетін. Ұлттық болмысынан ажырамаған, бірақ жаһандық бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеуді борышым деп санаймын.